Сіздер ме балалар? Бүгін Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат. Бұл біздің тақырыбымыз. Бұл сабақтан біз нені білеміз? Қазақстандағы жер су комитеттерінің қызметтерімен танысамыз. Және жаңа экономикалық саясатқа көшу себептерін анықтаймыз. Бүгінгі сабағымыздағы тірек сөздер: жер су реформасы, жаңа экономикалық саясат, ЖЭС, нарықтық экономика. 1921-22 жылдары оңтүстік Қазақстан және Жетісу жерлерінде жер су реформасын жүргізу, кедейлер мен байларды, казактарды теңестіру жұмыстары жүргізілді. Жер су реформасын жүргізу туралы шешім Түркістан АКСР кеңесінің 9-шы съезінде болды. Енді осы съезде қатысып жер су реформасына қатысқан тұлғалар: Розбакиев, Жандосов. Жетісу жерінде 1916 жылы басып жаншу кезінде тартып алынған 460 мың десятина жерді қазақтарға қайтарып берді. Сонымен бірге Жетісу және оңтүстік Қазақстан жерлерінде 1 миллион десятинадан астам жер қоры, қазақ және орыс шаруалары үшін қор жасалынды. Бұл 1916 жылы Қытайға босқын болып кеткен қазақтарына 300 мың босқын болған қазақтың қайтып оралуына жағдай жасалынды. 1921 жылы кедейлермен бірге қосшы одағы және жарлы одағы құрылды. Осы кедей одақтарының құрылған кезінде құрамында болғандар: Сәкен, Сейфуллин, Әлби Жангелдин, Меңдешев және Сейітқали Меңдешев және кімді көріп тұрмыз? Бәрібаев Жанғали. Енді 1917 жыл ақпан революциясы. Уақытша үкіметтің қолында болды билік. Уақытша үкімет жер туралы ережені бекіткен болатын. 1917 жылы қазан революциясы кезінде кеңес үкіметі билікті қолына алды. Жер туралы декретті жүзеге асыра бастады. 1917 жылы Ленин шаруалар тарапынан жауабында деген жер комитетінің тәркілеу туралы түсініктер жүргізді. 1918 жыл көктемде кеңестердің жер бөлімі туралы құрылды. 1920 жыл Орал, Сібір қазақ әскерлерінен ертіс оралып, солтүстік аумақтары қайтарылып берілді. Қазақ автономиялық кеңес социалистік республикалар орталық атқару комитетінің 1921 жылы 2 ақпандағы 19 сәуірдегі декреті бойынша Орал, Торғай, Ақмола, Семей маңындағы жерлер қазақтарға қайтадан қайтарылып берілді. Енді 177 мың десятинадан астам жер ертіс жағалауынан, Оралдың солтүстік аумағынан 208 десятина жерлер қазақтарға қайтадан қайтарылып берілген екен. Жаңа экономикалық саясатқа көшу себебі: Бірінші дүниежүзілік соғыс, революция, азамат соғысы, әскери коммунизм. Осы жағдайлардың барлығы қазақтарды әбден қалжыратып, экономикасын төмендетіп жіберді. Қазақтардың жағдайлары өте нашар болды. Ауыл шаруашылық өнімі 45% азайды. 307 кәсіпорынның
250 ғана жұмыс істеп тұрды. Мұнай 4 есе, көмір 5 есе қысқарып қалды. Мыс өндіру мүлде тоқтады. Мал басы кеміп кетті. 1921 жылы егін шықпай қалды. Экономикалық дағдарыс, аштық, халықтық толқулары экономикалық саясатты қайта қарау керек болды. Спаска, мыс, ембі, мұнай кеніштерінде жұмыс күші азайды. Отын азайды, темір жолдарының жүруі қысқарды. Қазақтардың жағдайы өте төмен болды. Басқа ұлт өкілдері де болды. Яғни жұмысшы шаруалар көтеріліске шыға бастаған екен. Енді басқа экономикалық саясатқа көшу керек болды. Басқа экономикалық шешім қабылдау керек болды. Жаңа экономикалық саясаттың мақсаты мен міндетіне тоқталайық. 1921 жылы 8-16 наурыз РКП-ның 10-шы съезі өтеді. Ол жерде жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылдады. Мақсаты не екен? Қираған шаруашылықты қалпына келтіру, социализмді құру үшін материалдық, техникалық және әлеуметтік мәдени негізді жасау болды. Енді әлеуметтік жағдайына тоқталайық. Әлеуметтік шиеленісті жою, жұмысшы шаруалардың одағын нығайту. Экономикалық жағына тоқталайық. Қирап бөлінуді болдырмау, дағдарыстан шығу, шаруашылықты қалпына келтіру. Саяси жағына тоқталатын болсақ, қоғамдық саяси тұрақтылықты қалпына келтіру, социалист қоғам құру, халықаралық оқшаулануды болдырмау. Жаңа экономикалық саясаттың негізгі мазмұнына тоқталатын болсақ, тауар ақша қатынасын қалпына келтіру керек болды. Экономика нарықты енгізу керек болды. Өнеркәсіп кәсіпорындарда сату, жеке адамдарға беру, жеке меншікті орнату керек болды. Жалға алу, жалдамалы еңбекке рұқсат берілді. Азық-түлік салығын енгізу, азық-түлік салғыртын жою. 1921 жылы наурыз большевиктер атқару орталық комитеті азық-түлік және шикізат салғыртын азық-түлік салығымен алмастыру туралы жарғысын қабылдады. Жалдамалы еңбекті жоюға рұқсат етілді. Карточкалық жүйе тоқталды. Еңбек міндеткерлігі мен еңбекке жұмылдыру жойылды. Сауда биржалары ашылды. 1921-24 жылы қаржылық реформа бойынша банк құрылды. Ақша реформасы жүргізілді. 1922 жылы соңғы айналымға орнықты валюта кеңестік қызыл ақша червонец 11 рубль шығарылды. Сәйкестендіру кестесін орындаймыз. Жылдар және жылдармен анықтамасын сандар арқылы әріптерді сәйкестендіреміз. Тақырыптағы жылдар мен маңызды оқиғаларды дәптерге жазамыз. Сау болыңыздар.